Ревматоид артроз, артрит деп 100 мыңға дейін дәрі берді. Оңға мен тек жазылып кеткенім жоқ. Қанша салдырамын, қанша не қылам, тегі ешқандай жазылмай, сонда қалпында қайтадан қалады. Уақытша ғана кішкене тоқтатады, сосын ары қарай қайтадан ауырады. Дәріні кішкене тоқтаттыңыз ба? Қазір мен дәрі ішіп жатқаным жоқ. 4 килограмм салмақ тастап отырмын. Оның бүйінгі ауырсыну недегілер кішкене басылды. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 81-ші ағым мына жаздың көктемнің керемет әсем күнінде мәресіне жетіп жатыр. Біз соны шығарып салып отырмыз. Сол ағымның бір ауыз жылы сөз айтайын, алған әсермен бөлісейін деп келген біздің шынығушылар. Өзіңізді таныстырып қойсаңыз, бір-екі ауыз. Мен Искакова Рыскүл, Сайлауқызы, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Саршағынан келіп отырмын. Кім жіберді, өзіңіз көріп? Мен YouTube каналынан көріп, өзіңіз көріп қалдыңыз? Иә, өзім көріп постоянно осы сізді жаңа сұхбатыңызды, осы жерде емделгендердің нәтижелерін көріп, соларды көргеннен кейін мен осы жерге не болды, қатты келгім келді. Бала шағаңыз, жұбайларыңыз? Жоқ, маған ешқайсы қарсы болған жоқ. Мен енді ауырғаннан кейін маған олар жазылуым керек болды оларға да. Енді сол өзім... Сөзіңіз бөле, міне үлкен кісілер, кейбіреуі кішкене ауырса, жарай, жас келгеннен кейін ауырасын деп соны қабылдап алады да, кәрілікпен ауру бір егіз ұғым сияқты. Кейбіреулер барайын десе, бала шағасы кедергі болып жатады да, осындай кейін. Ой, анау, мынау деп. Біреудің денсаулығына мен үнемі айтам, күйеуім жібермейді, балам айтады, бүйтіп айтады деген айтам, олар дәрігер ме? Біреу айтады, иә дәрігер. Ол дәрігер болса неге емдеп жазбайды сізді? Біреу айтады, жоқ дәрігер емес дейді. Дәрігер емес болса, ол мүлде денсаулықтан хабар жоқ болса, сізге не істе дегенде ол айтуға қандай қақысы бар? Адам өз басы өзінде, менің бір бауырым айтады, шашын алып тастағанда келіншек айтады да, ай, шашыңды алып тастап, басың аппақ болып десе айтады. Бас өзімдікі, не істесем өзім білемін дейді. Дұрыс қой. Сол сияқты денсаулық сіздікі. Сізге де айтатыным, осыны көріп отырғандар. Бас өзімдікі, не істесем өзім білемін. Денсаулық өзімдікі, адам іздену керек. Ал жазылмайтын дерт жоқ. Көзіңіз жетті ме? Көзім жетті әрине. Мен енді дәрігерге бардым. Қай жеріңді алып берді? Ревматоз деп не қылды ғой? Ревматоид артроз, артрит деп 100 мыңға дейін дәрі берді. Оңға мен тек жазылып кеткенім жоқ. Қанша салдырамын, қанша не қылам, тегі ешқандай жазылмай, сонда қалпында қайтадан қалады. Уақытша ғана кішкене тоқтатады, сосын ары қарай қайтадан ауырады. Мен соны әбден жададым уже. Енді ол тегі мүмкін емес қой. Апай, шындығында ол уақытша тоқтатып жатқан жоқ. Ол ауырсынуды басады. Ол обезболивающий дейді ғой. Уақытша ғана ауырсынуды басып береді. Содан қайтадан ауырады. Енді сол жаңағы естігеннен кейін осы жерге келем деп 62-ші ағымға жазылғанында бір жағдай болды, келе алмадым. Енді екіншісінде өткенде келем ғой дегенде тура 27 жыл ол сіңілімді мен осы жерге алып келем ғой деп ойлағам. Себебі бұл жерде инсульт, инфаркттарды жақсы жазылды деп нәтижелерін айтып неғып жатқан кезде мен сол сіңілім инсульт алған болатын. Сонда алып келем ғой дедім, Алла оған жеткізбеді. 27-ші күні қайтыс болды ол. Мен соған барып шыққаннан кейін уже мен кешігетін болдым. Сосын кейін жаңағы Жансеріктен сұрап едім, апа кешікпейсіз келе беріңіз деп сөйтті. Сіз бір күн кешігіп келдіңіз ғой? Бір күн кешігіп келдім мен. Ана сабақтар YouTube'та тұрады апай, соны қайтадан көресіз бірінші күн сабақты. Жалпы біз ана бір жыл, бір айдан кейін өшіріп тастаймыз деген жоқ. Бүкіл сабақтарды салып қоямыз. Басқа да сіздер осында 5-10% көрдіңіздер, қалған сабақты салып қоямыз порталға. Ол өмір бойы. Біз ешқашан оны жаппаймыз. Осында келдіңіз бе? Біз жалпы халыққа да бере салатын, бірақ халық түсіне қоймайды. Біздің айтқан әңгімеміз солай ғой. Көріп өз көздерімен көрмейінше түсіну қиын адамға. Ал енді менің айтарым, осы жерге келіп емделулеріңізге болады. Нәтижесі бар. Мен енді дәріні кішкене тоқтаттыңыз ба? Қазір мен дәрі ішіп жатқаным жоқпын. Үйге барғаннан кейін осыны ары қарай жалғастыруым керек. Қазір мына ашықтыңыз ғой да? Мен ашыққаннан кейін енді тағы 7 күн, мүмкін болса тағы да 14 күн ашықсаңыз керемет есепті кетеді. 4 килограмм салмақ тастап отырмын. Оның бүйінгі ауырсыну недегілер кішкене басылды. Енді ол бірден басыла қоймайды ғой, бір 6 күн ішінде. Оны мен
Олым айтады, мама, бірден жазылып кете қоймайсыз ғой 6 күннің ішінде дейді. Тікен емес қой жұлып алады. Тікен емес қой жұлып алатын дейді. Енді оныкі де дұрыс, бірақ енді оны ары қарай жалғастыру керек. Өз адам сезеді ғой денесімен. Сенім керек, адамға сенім керек бірінші. Сергектік, денеңіз өзіңіз жеңіл сезініп. Әрине өте жеңіл сезініп отырмын мен қазір. Мына суға түсу, демалу, ашығу, соның барлығы мынау йога, одан кейінгі жаңағы гимнастика, психотерапиялары, күлкі терапиясы өте тамаша адамның ағзасына керекті нәрселер екен ол. Ми тазарды ма? Ми тазарды біріншіден. Ағза да тазарды. Санамызды тазартты. Өте тамаша нәрсе бұл. Келіп, осы жерге келіп саналарыңды тазартып, білім алсаңыздар, нағыз білім беретін жер осы жер. Сонда біз мына миды тазалаймыз. Өйткені өткендегі қайғы, реніш, уайым, үрей соның бәрі миды жаулап алған. Сол тазармайынша адамның денесі емделмейді. Дене емделмейінше ми тазармайды. Екеуін жанымен тән деп қойғанымыз сондықтан ғой. Дұрыс, өте дұрыс. Жақсы. Жақсы апай. Енді ешқашан шаршамай, дәрі ішпей, ұзақта бақуатты өмір сүруіңізге тілектеспін. Және де енді ағайын туғанның денсаулығы сізге аманат. Сіз айтып отырасыз. Енді мен айтып былай істеу керек, мынаны ішу керек, мынаны жеу керек, былай істеу керек деген. Сондықтан аналарыңыз осылай қиналып жатса, сіз оған телефон алып беріп, шуба алып беріп, бір сақина сырға алып беріп жатады. Ол денсаулық болмайды. Әрине. Ал денсаулық бүйтіп алып бере алмайсыз. Ал денсаулық болу үшін адам сол денсаулықтың жолын көрсету керек. Дұрыс. Міне бала шағаңызға рахмет. Солардың қызығын көріп, ұзақта бақуатты өмір сүруіңізге тілектеспін. Қызығын көру үшін адам дені сау болу керек. Әрине, рахмет. Істеріңіз алға баса берсін. Лайк қойып, комментарий қойып таратып жүріңіздер. Халыққа қызмет етіп отырған Нұрсұлуға рахмет.